Баршаға сәлем, менің есімім Асем, Алтын Ilmek каналының негізін қалаушы. Сіздермен бұл видеода осындай қазіргі таңда трендте хит болып жатқан тыква шапкасын тоқуды үйренетін боламыз. Өте қарапайым, оңай, және макушкасы да осындай өте әдемі аккуратный болып шығады бұл шапканың. Снудын да тоқып үйренеміз бұл видеода. Бізде снудтың ерекшелігі екі жанында осындай вырезі бар. Бұл біздің иықтың үстінде осылай алдына артына бөлініп әдемі болып тұрады. Ал мына жағы біздің мойнымызды жылы ұстап тұрады. Қараңыздар, қандай әдемі, аккуратно. Менде уже целый коллекция бұл шапкадан. Қараңыздар, неше түрлі әдемі расцветкаларынан тоқығанмын. Бар жоғы 3 моток жіп кетеді біздің шапкамызбен снудына. Бірақ фирма барлығын бір фирманың жібімен тоқыдым. Alize Superlana Maxi жібімен. Бірақ қараңыздар, мына түстен менде бар болғаны осыншама ғана жіп қалды 3 мотоктан. Мына түстен мүлдем қалмады. Мына көк түстен міне шапкасын снудын тоқыдым, осынша жіп қалды. Және сардан осынша жіп қалды. Сонда менің түсінгенім, жіптің метражына сенім жоқ. Бірақ 3 моток жіп точно жетеді. Ал баршаңызға сәттілік. Видеоның соңына дейін қарап, осындай керемет шапканы тоқып үйреніңіздер. Бізге керек заттармен таныс болайық. Бізге Alize Superlana Maxi жібі керек. 100 грамда 100 метр бар. 75% акрил, 25% шерсть. Бізге 3 моток керек. 3 мотоктан кішкене ғана жіп артылады. Основной тоқуымыз үшін номер 6 крючок. Кончиктарын жасыру үшін любой кез келген 6-дан размері кіші крючок. Және мынада ине. Егер бұнда инеңіз болмаса, кішкентай крючокпен рөлін атқаруға болады бұның. Және қайшы керек. Жұмысымызды цепочка теруден бастаймыз. Бізге 40 воздушный петля керек. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 40 воздушный петля теріп алдық. Енді мына косичкамыздың артында мынандай полу петлялар бар, я? Көріп тұрсыздар ғой, мына. Осылардан алып тоқимыз. Біріншісі қалады, мына екіншісінен бастап тоқимыз. Соединительный петля жасаймыз. 1, келесінен де соединительный петля жасаймыз. 2, үшіншісі бізде столбик без накида. Енді әрі қарай полустолбик накидпен тоқимыз. Накид алдым. Көріп тұрсыздар ғой, қай жерден тоқып жатқанымды. Әрі қарай полустолбикпен қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Бұл жерде еш нәрсені санаудың керегі жоқ. Тек жаңағы басында мен мына жерде көрсеттім ғой. 2 соединительный петля, 1 без накида, әрі қарай полустолбиктар тоқылады. Тек осы жерде ғана соны қарап тоқисыздар. Басқа жерінің барлығы ешқандай есепсіз, санаудың керегі жоқ. Қатардың соңына дейін столбик, полустолбик тоқимыз накидпен. Қатардың соңына дейін полустолбикпен тоқып алдым. Енді 2 воздушный петля жасаймыз. Кішірек крючок алып, мына косичканың ортасынан, 2 петляның ортасынан мына кончикті жоғарыға алып шығамыз. Қазір бірге қосып тоқып жібереміз. Сол кезде мына кончик бізге кедергі келтірмейді, и аккуратно мынаның ішінде қалып кетеді. 2 воздушный петля алдық. Енді осы 2 воздушный қалдырамызда үшінші тұрған бізде косичка, осыдан тоқимыз. Накид аламыз. Енді қараңыздар, бізде 2 косичкадан да тоқмаймыз. Арт жақтағысынан алып тоқимыз. Мына әрине мына кончикті қосып тоқып кетеміз. Міне, арт жақтағы петлядан шығарып, полустолбик тоқимыз. Накид, міне, бір ғана, косичканың бір ғана жағынан аламыз. Полустолбик тоқимыз. Міне, артқы жағынан алып, полустолбик. Қай жерге дейін полустолбик тоқимыз? Мына жерге дейін. Мына жерде бізде 2 соединительный, 1
столбик без накида болды. Осы жерге дейін біз полустолбикпен тоқимыз. Міне мен почти тоқып болдым полустолбиктарымды. Қыздар, егер санап жасаймын десеңіздер, мына жерде бізде 36 полустолбик бар накидпен. Басында біз 40 петля тердік. Оның біреуі для подъема кетті, екеуі соединительный петля, біреуі столбик без накида. Үшеуі кетті, значит бізде 36 полустолбик қалды. Санап істеймін десеңіздер, міне 36 полустолбик. Енді былай қарай бізде бір столбик без накида и екі соединительный петля жасаймыз мына жерден. Міне, бұл бізде шапкамыздың макушкасы болғандықтан осылай кішкене жіңішке жасап жатырмыз. Бір воздушный петля. Бұл жақтан тек бір воздушный петля аламыз, мына жағынан екі воздушный петля аламыз. Міне, мынаны қалдырамыз воздушный петляны, одан кейінгісінен соединительный петля жасаймыз. Бір, екі. Келесі бізде столбик без накида. Бұл столбик без накида бізде плавный переход жасау үшін керек, но соединительный петлядан кейін полустолбик накидке өту үшін бізге міндетті түрде столбик без накида керек. Енді әрі қарай столбикпен жалғастыра береміз. Көріп тұрсыздар, мынау косичкалардың тек артқы жағынан алып тоқып жатырмын. Міне. Дәл осылай қатарымызды аяқтаймыз. Біз сіздермен үшінші қатарды аяқтадық. Бірінші, екінші, үшінші. Екі воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. Накид и үшінші петлядан артқы жағынан алып, полустолбик тоқып бастаймыз қатарымызды. Дәл екінші қатардағыдай басына дейін полустолбикпен тоқимыз. И мына жердегі міне 1, 2, 3. Осы үшеуінен столбик без накида, екі соединительный жасаймыз. Қалғанның барлығы полустолбик с накидом. Қатарымызды аяқтап қалдық. Бір столбик без накида и екі соединительный. Бір воздушный петля и жұмысымызды айналдырамыз. Міне қыздар, сіздермен уже 4 қатарын тоқып қойдық. 1, 2, 3, 4. Дәл осылайнан общий бізге 37 қатар керек. Міне мына жағы уже қарасаңыздар, міне жіңішкеріп келе жатыр, мына жағы обычный міне. Осылайнан 37 қатар тоқып алыңыздар. Өзімізге керекті қатарды тоқып алдық, яғни бізде жалпы 37 қатар. Басынан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау шапкамыздың макушка жағы кішкене жиырылып келген, аккуратно болып шығады қазір аяқталған соң. Енді шапкамыздың мына екі жанын әкеліп қосып тоқып шығамыз. Бір воздушный петля аламыз. Енді мына жерден, мына косичкадан, яғни воздушный петлядан кейінгіден арт жағынан аламыз. Ал шапкамыздың мына жағындағының міне екі косичка тұр, соның мына үстінен аламыз. Міне. Көрдіңіздер ғой? Осы екеуінен алып шығып, соединительный петля жасаймыз. Міне. Мына косичканың арт жағынан, келесінің, міне, мынаның сырт жағынан ішке қарай крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді алып шығамыз, міне. Соединительный петля. Косичканың арт жағынан, келесінің сыртынан ішке қарай крючогымызды кіргіземіз. Соединительный петля жасаймыз. Өзіміз жақтағының арт жағынан, мынаусының сыртынан ішке қарай кіргіземіз крючогымызды. И соединительный петля жасаймыз. Міне, осындай әдемі косичка пайда болады. Мына жерге дейін осылайнан қосып шығамыз. Мен соңғы
петляны соединительін жасап жатырмын. Міне осымен бітті. Енді жібімізді кесеміз. Қатты ұзын емес, примерно міне осынша жетеді бізге инеге өткізуге ыңғайлы болу үшін. Енді бір воздушный жасап, жібімізді былай қарай шығарып тартамыз. Яғни қатарымызды бекіттік. Міне қараңыздар, қандай аккуратный мына жерде. Шов түсті, байқалмайды. Енді мынау шапкамыздың басын қазір былай қосып шығамыз. Бізге мынадай ине қажет. Осы инеден жібімізді өткізіп, міне мына жердегі петлялардан просто былай өткізіп шығамыз. Міне әр қатардан былай жібімізді өткізіп аламыз. Бұл шапканың оң терісі білінбейді, мүлдем білінбейді. Мына петлялардан былай өткізіп аламыз. Мына біздің жаңағы басталған жеріміз. Осы жерден ішке қарай өткізіп. Енді мен мына шовты шапканың сыртында қалдырамын. Өйткені қазір қайырған кезде мына жағы аккуратно болып көрінеді. Сондықтан қазір шапкамыздың арғы бетін қаратамын мен. Осы жағына қарай тартамын мен. Тартқан кезде міне шапкамыздың басы осылай жиырылады. Енді тағы да 2-3 рет мына петлялардан міне жібімді өткіземін. Тартып отырып өткіземін міне. Міне. Мына жердегі ілінген петлялардан аламын. Тартып отырып. Примерно бір айналдырып тағы да өтіп шықтым. Енді мына жердегі кез келген бір петлядан өткізіп, осылайынан түйін жасап алам. Бір рет қана өткіздім. И осыдан міне қатты тартамын. Енді кішірек крючоктың көмегімен мына жердегі кез келген бір столбиктардың арасына өткізіп шығамын кончигімді. Осылай жіптердің арасынан алып келемін. И мына жібімізді мына қатардың ішіне жасырып шығамын. Кез келген қатарға жасырсаңыздар болады. Ең бастысы аккуратно болып жасырылу керек, көрініп, білініп қалмаса болды. Осы маған жеткілікті. Енді жібімді кесемін. Шапкамның екінші бетін қаратамын. Міне қараңыздар, қандай аккуратный макушка шықты. Ешқандай лишнейсіз, ештеңесіз, артық ештеңесі жоқ. Енді шапкамыздың жағын қайырамыз. Біздің шапкамыз дайын. Енді бұның снудын тоқимыз. Дәл осылай қалдырсаңыздар да болады. Минимализм стилінде. Немесе помпон қойсаңыздар да болады. Кез келген меховый, немесе қолдан дәл осындай жіптен жасасаңыздар да болады. Енді снудын тоқимыз. Снудты воздушный петля теруден бастаймыз. Бізге 36 воздушный петля керек. Отыз алты воздушный петля теріп алдық. Енді накид аламыз. И мына бірінші қараңыздар, мына косичканың артындағы мынау полу петлялардан алып тоқимыз. Біріншісі қалады, екіншісінен бастап тоқимыз міне. Полу столбик с накидом тоқимыз. Міне. Мына косичканың артындағы
полупетлядан тоқимыз. Қатардың соңына дейін бізде жалпы 35 полустолбик с накидом болу керек. Бірінші қатарымызды аяқтап алдық. Енді мына кончигін жоғары қарай көтеріп аламыз. Қазір бірге қосып тоқып жібереміз. Міне. 2 воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. Дәл жаңағыдай, но косичкалардың мына өзіміз жақ беттегінен емес, арт жағындағы стенкасынан алып тоқимыз. Накид аламыз. Полустолбик с накидом тоқимыз. Мына кончикті қосып тоқып кетеміз. Қатардың соңына дейін дәл осылай тоқып аламыз. Бізге 9 қатар тоқу керек осылайнан. Барамыз, келеміз, барамыз, келеміз. Тек осы способпен, яғни тек полустолбик с накидом тоқып аламыз. 9 қатар. Тоғыз ряд тоқып алдық. Енді 10-шы рядқа келдік. 2 воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. Дәл жаңағыдай 25 полустолбик тоқып аламыз. Бізде сонда тоқылмайтын 10 петля қалады. 25 полустолбик тоқимыз. Бізге мына жерге вырез жасау керек. 10 петля қалды тоқылмаған. 10 воздушный петля аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді бір воздушный петля для подъема аламыз. Жұмысымызды айналдырып, мына косичканың арт жағындағы полупетлялардан алып полустолбик накидпен тоқимыз. Бір. Міне каждый петлядан алып тоқып шығамыз. 9 полустолбик тоқыдым. Міне 10-шы мына жерде артындағы полупетлясы кішкене жоқ болғандықтан, мына өзінің бір несінен стенкасынан алып тоқимыз петляның. Мына 10-шы. Әрі қарай қалған 25 полустолбикті осылай жалғастырып тоқи береміз қатардың соңына дейін. Қатарды аяқтап алдық. Енді мына вырезден кейін, мына бірінші қатар болып саналады. Осыны қосқан кезде жалпы 19 қатар тоқимыз тағы да. Мына жақты қоспаймыз. Вырезден кейін жалпы 19 қатар тоқып алдық. Енді екінші вырезді жасаймыз. 2 воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді былай қарай 25 полустолбик тоқимыз. Дәл алдыңғы вырез сияқты 25 полустолбик тоқимыз. Мына жерден 10 петля қалдырамыз. Бізде жалпы 35 петля бар мына жерде. Жиырма бес полустолбик накидпен тоқып алдық. Мына жерде бізде 10 петля қалды. Міне 2, 4, 6, 8, 10. Енді 10 воздушный петля тереміз. 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 10. Тағы бір воздушный петля подъем үшін көтереміз. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Мынау косичканың артындағы полупетлялардан тоқимыз мыналардан. Накид аламыз. Крючоктан кейінгіні қалдырамыз. Келесінен бастап тоқимыз. Полустолбик накидпен. Дәл алдыңғы сияқты. Мына жерде бірінші вырезді жасадық қой. Осылай тоқып аламыз. Егер вырез жасамаймын десеңіздер, тек поворотный рядпен тоқып кете бересіздер. Тоғыз полустолбик тоқып алдық. 10-шыны дәл алдыңғыдай косичканың бір стенкасынан алып тоқып кете береміз. Міне мына 10-шы, әрі қарай мына 25 полустолбик дәл соның үстінен тоқып кете береміз.
қатарды аяқтап алдым. Осы қатарды қосқан кезде 10 ряд тоқу керекпіз. Яғни бізде 9 ряд қалды. Дәл осылай поворотный рядпен тағы 9 ряд тоқимыз. 2 воздушный петля. Жұмысымызды айналдырып, жалғастырып тоқып кете береміз. Он ряд тоқып алдық. 2, 4, 6, 8, 10. Енді снудымызды екі шетін қосып тоқып шығамыз. Бір воздушный петля. Дәл шапканы қосқандай былай қосып тоқып шығамыз. Міне мынаның артқы стенкасынан аламыз. Мына стенкасынан аламыз. Көрдіңіздер ғой, иә? И соединительный петля жасаймыз. Міне. Осылай қатарымыз біткенше тоқып шығамыз. Соединительный петлямен. Мынаның артқы стенкасынан снудтың екінші жағындағын сырт жағынан алып келеміз. Осылай қосып шығамыз. Снудымыздың екі жағын қосып, соединительный петлямен тоқып шықтық. Енді жібімізді кессек те болады. Мұндай қатты ұзын кесудің қажеті жоқ. Осындай қысқа кесіп, петляны ішінен шығарып жіпті. Енді кішкентай размерлі крючок алып, кез келген бір рядтың ішіне қазір жасырып шығамыз кончигімізді. Міне, снудымыз дайын болды. Снудтың оң терісі мүлдем білінбейді. Екі беті бірдей. Міне жаңа соединительный петля жасаған жерімізде ондай қатты білінбейді. Міне, ішкі жағы осылай болып шығады. Енді мына басын былай қайырамыз. Мына бізде екі жаны иықтың үстінде тұрады. Осылай вырезбен өте ыңғайлы. Егер вырезсіз жасайым десеңіздер, осылай тіке поворотный рядпен тоқып жасасаңыздар болады. Менде осындай именной биркам бар, алтын ілмек деген. Қайдан жасатуға болады деп сұрайтындар өте көп менде. Инстаграмда бирка деп жазсаңыздар, неше түрлі аккаунттар шығады. Содан қалағандарыңызға заказ беріп жасатсаңыздар болады. Мынаны қара түсті жазумен де жазуға болады. Өздеріңіз логотиптеріңіз қойсаңыздар болады. Неше түрлі жасатуға болады. Осындаймен мен шапкамды қазір әдемілеп бір жеріне ілемін. Ең алдымен мен соединительный петля бар. Бұл артында тұрады. Шапканың мен жанында болғанын қалаймын. Осы жеріне қойсаңыздар да болады, немесе мына жерден бирканы қойсаңыздар да болады. Міне қараңыздар, уже шапкада мүлдем басқаша вид. Дәл осыны екіншісін снудқа қоямын. Міне қараңыздар, уже басқаша вид беріп тұр. Мастер-класс ұнады деген ойдамын сіздерге. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап отырыңыздар. Бұйырса, алдағы уақытта бұдан да әдемі керемет видеолармен бөлісемін.
сау болыңыздар.